Aşkı bilir kanlarım yarım gel. Aşkı akillerimize sırayı burada kalayım. Just like akillerimize kalayım. Ол гүлдеріміз бізге тобымызға не береді? Әдемілік береді, тобымыздың ауасын тазарту үшін көмектеседі. Бұл гүлдерімізді біз көбейтіп тұруымыз керек, иә қыздар, иә? Қалай отырғызып жайлы көреміз бе? Зерттеп көрейік онда қыздар, иә? Қыздар, мына гүлімізден бір сабағын алып, мынандай ыдысқа су құйып, көрдіңдер ме? Былай суын қоямыз. Суын құямыз. Сосын мына алған гүлімізді суға салып қоямыз. Ол бірнеше күннің ішінде тамыр береді. Сосын біз арнайы ыдысқа отырғызамыз, жарай ма? Мына гүліміз тамырлағанша сенде гүл туралы жаттап келіңдер, жарай ма? Мен гүлдер туралы тақпаға айтсам бола ма? Әрине айта ғой тақпағыңды. Gülüm gülüm ösebe, elimi bu basıl bu, күндіз жайнап кетеді, қызыл сары жасыл bu. Ал қыздар, Айкөркем, Аяна, қараңдаршы біздің өткенде суға салып қойған гүлімізді мынандай болып күшті болып тамырлапты. Көрдіңдер ме? Гүліміз міне тамырдан тұрады екен, сабағы және оның жапырағы болады. Көрдіңдер ме? Ол гүлімізді мынандай арнайы ыдысқа отырғызамыз. Көмектесесіңдер ме қыздар? Енді бірінші біз топырағымызды салып аламыз. Көмектесіңдер. Салып аламыз. Жарайсыңдар. Міне енді салып алдық қой. Енді мына тамырлаған гүлімізді былай ішіне отырғызамыз. Топырақ салып жібереміз бе қыздар? Салып жіберіңдер, иә? Қыздар енді бұған өзінің суын құяйық. Құямаңдар. Жайлап суын құямыз. Бұл гүліміз әдемі болып өсу үшін бұл жарық жерге қоюымыз керек, иә? Қыздар, енді бұндай көптеген гүлдердің түрлері өте көп болады, иә? Бөлме гүлдері, иә? Бұны арнайы өзінің мамандары отырғызып, егеді екен. Сондай мамандарға барамыз ба, қыздар? Өз маманнан сұрап білеміз бе, зерттеп көреміз бе? Жарайды, қыздар. Саламатсыздар ма қыздар? Бізге бөлме гүлдерін қалай өсіп баптау туралы түсіндіріп бересіз бе? Әрине түсіндіріп беремін. Қыздар, қараңдаршы мына жерде қандай әсем гүлдер бар екен, иә? Осы гүлдерді қалай өсіп баптайды екен, соны сұрап білейікші? Қалай гүлдерге күтім жасау керек екен, бәрін айтып үйретіп берем сендерге. Ал қыздар, мына азалия гүлі. Қараңдаршы, қандай әдемі азалия гүлі. Бұны біз қазір осындай горшокқа егеміз. Бұл фитильный горшок деп аталады. Оның түбін тесеміз де, астына капрон кигізіп қоямыз. Оны мынандай грунтқа егеміз. Осылай түбін тесіп аламыз. Әдемілеп. Әрине көмектесіңдер. Қазір мен сендерге дайындап берейін бірінші, иә? Ал қыздар, азалия гүлін міне фитильный горшок дайындап алды. Былайынан капрон кигізіп алдық. Не үшін? Мұнда су құямыз да, осы жерден өзі су алып ішіп тұрады. Қазір енді бұған сендер маған көмектесіңдер. Ал қыздар ішіне қазір берейік. Ой, жарайсыңдар. Қандай көмекші қыздар, иә? Мынау гүлді бүйтіп түбіне бүйтіп қосамыз. Кішкене қосамыз. Тартсаңдар. Бұл гүлдің тамыры өзі мына қараңдар, жүн сияқты болады. Кішкене алып тастаймыз. Иә, қараңдаршы, розаға ұқсайды, иә қыздар? Өте керемет. Енді осыны ішіне саламыз да. Былайынан топырағымыздан саламыз. Қалайсыңдар ма?
Енді осыған бүйтіп су құямыз, қыздар қараңдар. Кішкене су құямыз да. Өзінің суы бар. Сөйтіп осы еккен гүлімізді осылай сап қоямыз. Қыздар, гүліміз қандай әдемі болды, иә? Там Аяна шашағы. Сен де сеуіп көрші, Аяна? Аха, себе ғой. Аха. Қандашы бізге осылай егіп көрсеткен үшін біз әпкемізге рахметіміз айтайық, иә, қыздар, иә? Ой, жарайсыңдар. Рахмет сізге, көп алғыс сізге. Sana annesine